Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі сабағымызда 74-ші сабақ есептер шығару. Бірінші есепке қарайық. Цирк аренасында үйретілген иттер өнер көрсетті. Олар 5 қызыл доп, одан 3-еуі артық жасыл доп болды. Үйретілген иттерде жасыл доптар нешеу? Міне қысқаша шарты құрылды. Қызыл доп 5 дана, ал жасыл доп қызыл допқа қарағанда 3-еуі артық. Енді бізге айтады, жасыл доптың неше екендігін табуымыз керек. Ол үшін 5-ке 3-ті қосамыз. Артық десе ол қосылады. Сонда 8-ге тең болды. Жауабы үйретілген иттерде 8 жасыл доп бар екен. Міне мына жерде 5 болса, мына жерге 3 болады. Соңында мына жерде 8 қойылады. Келесі екінші есеп. Суретші 7 қызғалдақ және одан 2-еуі артық гүл-кекіренің суретін салды. Суретші неше гүл-кекіренің суретін салды? Міне шарты қызғалдақ 7, гүл-кекіре қызғалдаққа қарағанда 2-еуі артық. Артық десе 2-еуін қосамыз. Жауабы суретші 9 гүл-кекіренің суретін салды. Әсі, суретші 9 гүл-кекіре, ал қызғалдақ одан 2-еуі кем. Кем десе 9-дан 2-ні азайтамыз, 7 болады. Жауабы суретші 7 қызғалдақтың суретін салған. Келесі есеп. Есептің шартын толықтырып, берілуін қысқаша жаз. Хайуанаттар бағында 3 ересек маймыл бар. Ересек маймыл 3-еу. Ал кішкентай маймыл одан 2-еуі артық. Шешуі 3-ке 2-ні қосамыз, 5 болады. Жауабы хайуанаттар бағында 5 кішкентай маймыл жүр екен. Келесі есеп. Таспалардың ұзындығын өлше. Түсі бірдей таспалардың жұбын салыстырып, нәтижелерін жаз. Міне түсі бірдей бізде көк екен, бұл екеуінің өлшемдері бірдей. Көк түсті таспалардың өлшемдері тең екен. Ал қызыл түсті таспаларымыз 5 см мен 2 см. Екеуін салыстырсақ 5 см артық 2 см-ден деп жазылады. Сонымен оқушылар, бүгінгі біздің 74-ші сабағымыз соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар.